Тауық төс еті қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 500 грамм тауық төс еті, 200 грамм үгітілген ірімшік, 2 шикі жұмыртқа, 1 болгар бұрышы, 1 бума көк пияз, 2 пияз, 2 сәбіз, 100 грамм күнбағыс майы, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы дайындау үшін біз тауық төс етінен жасалған фаршқа ұсақтап туралған көк пияз, текшелеп туралған болгар бұрышын, ірі үгітілген ірімшік және 2 шикі жұмыртқаны қосамыз. Тұз бен бұрыш сеуіп, барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз фаршпен толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдыста күнбағыс майына жартылай дөңгелектеп туралған пияз бен ұзынша туралған сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Әрі қарай дайын қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді ұқыппен абайлап жоғарғы деңгейіне дейін ыстық су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып, 15 минут бәсең отта пісіреміз. Саланганиді абайлап, төбінен демей отырып ыдысқа салыңыз. Ас дәмді болсын.